Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Жамбыл ауданы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Қарғалы номер 2 арнаулы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Есенбекова Әлия Абдуллаевна. Бүгін сіздермен мен өзімнің әдісімді бөліскім келіп отыр. Сол әдісіммен қазір сіздерге таныстырамын. Менің әдісім дебат арқылы шағын дебат деп аталады. Яғни осы дебат арқылы оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастыруға болады. Енді сол дебатпен қалай жұмыс жасаймыз? Яғни дебаттың мынандай түрлерін алуға болады. Дебат әткеншегі, жылдам дебат және ықшам дебат деп алуға болады. Сол бойынша жұмысты қалай жасаймыз? Қазір сіздерге сол бойынша таныстырамын. Бірінші дебат әткеншегі. Бұл жерде оқушылар бір-бірімен екі топқа бөлініп алады. Екі топтағы оқушылар бір-біріне қарама-қарсы екі шеңбер жасап тұрады. Бір-біріне бетпе-бет, бірі сыртта, бірі іште шеңбер құрастырады. Дебат әткеншегін құрастырып алғаннан кейін бір-біріне қарама-қарсы тұрған жұптар 1-2 минут немесе 3 минут бойы мұғалім берген тапсырманы талқылайды. Яғни үйге мен бір шығарма берген болсам, немесе бір әңгіме берген болсам, сол шығарманы олар талқылайтын болады. Уақыт болған кезде мұғалім оқушылардың тоқтауын сұрайды және тоқтап болғаннан кейін немесе тоқтағаннан кейін сыртқы шеңбердегі оқушылар солға қарай жылжиды да келесі жұппен өздерінің бөлінген нұсқасын әңгімелеп қысқаша түйіндейді де сол арқылы өзінің мұқият тыңдағанын көрсетеді. Әрі қарай және талдап бөлімдерге тақырып қояды. Осылайша жаңа жұп қалыптасады. Солай 2 рет немесе 3 рет ауысуы мүмкін. Сонда оқушылар берілген мәтінді немесе берілген шығарманы, берілген әңгімені осылайша талдайды, талқылайды. Бұл жерде ең жақсы бір қасиет балалардың оқып келгенде түсінбеген, түсіне алмаған дүниелерін осы жерде түсініп алуға мүмкіндік туады. Ал екінші дебат әткеншегінің екіншісінде былай жасау мүмкін. Екі топтағы оқушылар бір-біріне қарама-қарсы екі шеңбер жасап тұрып, біріне бетпе-бет, бірі сыртқы, бірі ішкі шеңберде дебат әткеншегін құрады. Бір-біріне қарама-қарсы тұрған жұптар 2 минут бойы мұғалім берген тапсырманы талқылайды. Содан кейін рөлдерін ауыстыруы мүмкін. Ал енді тоқта деген кезде ғана оқушылар тоқтап ары қарай оны жалғастырып бір-бірімен ойын бөлісе алады. Бұл жаңағы дебат әткеншегі деп аталады. Яғни берілген тапсырманы түсіну үшін, талқылау үшін өте тиімді әдіс. Ал екінші жылдам дебат деп отырғанымыз бұл оқушы ойын жинақтауға, ұшқыр ойлауға, уәж айта алуына, өзіндік көзқарасы мен пікірін қалыптастыруына және мәтінге жүгіне алуына мүмкіндік туады. Мысалы, сынып екі топқа бөлінеді. Оларға мынадай бақытсыз жамал шығармасындағы әлеуметтік жағдайдың қыз тағдырына тигізген әсері деген сияқты тақырып ұсынуы мүмкін. Дайындалуға 10 минут уақыт беріледі. Бұл уақыт ішінде тыңдаушылар өз көзқарастары, себептерін, дәлелдері мен мысалдарын дайындайды. Келісемін тобындағы тыңдаушылар бір сызыққа, ал қарсымын пікіріндегі тыңдаушылар екінші сызықтың екінші жағына тұрады. Келісемін пікіріндегі тыңдаушылар 1,5 минут уақыт өз көзқарастары мен пікірлерін дәлелдеуге уақыт беріледі. Сол уақытта қарсы тыңдаушылар қажет деген жерлерін түртіп алады. Кейін рөлдерін ауыстырып, қарсы тыңдаушылар өз жауаптарын айтады. Соңында екі жақта өз ойларын бір сөйлеммен түйіндейді. Яғни бұл жерде оқушылардың өз ойларын түйіндей алуға және бір-бірін тыңдай алуға үйренетіндігі көрсетілген. Яғни кез келген жағдайда да балалар бір-біріне сұрақ қоя алады және бір-бірін тыңдай алады және дәлелмен сөйлеу алуға үйренеді.
келесі дебат бұл ықшам дебат. Ықшам дебат деп отырғанымыз бұл кейінгі сабақтарда, келесі сабақтарда тақырыпты талдауға өте жақсы. Мысалы, бір романды, бір әңгімені, бір повесті біткеннен кейін сол ықшам дебатпен бүгінгі сол тақырыпты ықшамдап, талдап, тиянақтап алуға болады. Мысалы, осы ықшам дебат арқылы бүгін біз бір сабақ бойы жұмыс жасауымызға болады. Бақытсыз Жамал романын бітірдік деп ойлайық. Соны аяқтағаннан кейін біз осы ықшам дебат арқылы оқушылардың қаншалықты осы тақырып бойынша білім алғанын анықтау мақсатында осы ықшам дебатты қолдансақ өте тиімді. Оның бірінші кезеңі ойды жалға деген кезең болады. Яғни алдын ала шығарма бойынша екі жақты сұрақ құрастырылады. Мысалы, екі жастың бақытты болмауына кім кінәлі? Екі жастың өзі ме, әлде дәстүр ме? Бірінші қарама қарсы тұрған екі жұп өздері таңдап алады да, тірек сөздерді қолдана отырып жауап береді. Жауап берген соң олар соңына барып тұрады да, келесі жұп келесі берілген сұраққа жауап береді. Әрі қарай жұптар аяқталғанша солай жалғасады. Бұл бірінші кезеңде осылай болады. Ал екінші кезеңде менен сұрақ, сенен жауап. Яғни екі топқа тұрған балалар, екі жақта бір-біріне қарама қарсы тұрған балалар, бірінші топ қатысушылары шығарма бойынша сұрақ қояды, екінші топтың қатысушылары жауап береді. Одан кейін рөлдері ауысып, екінші топ қатысушылары сұрақтар қояды, жауап беру барысында берілген тірек сөздерді тиімді пайдаланып отырады. Берілген тірек сөздерді тиімді пайдалана отырып, ойларын қорытындылайды. Яғни әр бала бір сөйлеммен өздерінің ойларын қорытып кетеді. Яғни бұл жерде ықшам дебатта бір сыныпты немесе өзің бүгін сұраймау деген балаларды шығарып, бір 10 бала немесе бір 12 баланы шығарып, олармен жұмыс жасауға да болады. Я болмаса тіптен бүкіл сыныпты екі топқа бөліп, осылай жұмыс жасауға да болады. Бұл жұмысты жасау өте тиімді және балалардың ойы да тиянақты және бір-бірімен тілдесуі, ұтымды жауап айта алуы, ойлы сұрақ құрастыра алуы, ой қорыта алуы, шешен сөйлеуге үйренуі және берілген тірек сөздерді дұрыс қолдана алуға үйренеді. Бұл дебат ойыны оқушыларды еркін сөйлеуге, ойын жүйелеуге, бір-бірін тыңдай алуға, мәдениеттілікке, көзқараспен пікір айтуға, дәлел келтіруге, бәсекелестікке дағдыландырып қоймай, оқулықта берілген шығарманы толық оқуға, оны талдап дәлелдеуге мүмкіндік береді. Яғни екі топ бір-біріне сұрақ қойып жатқан кезде, бір-біріне ойын айтып жатқан кезде, ол шығарманы толық білмейтін болса, нақты дәлелдей алмай қалады. Сондықтан осы дебат, ықшам дебатты ұйымдастырған кезде бала міндетті түрде мәтінді толық білу керек және әрбір детальға назар аудару керек болады. Себебі кез келген оқушы оған кез келген сұрақ қойып қалуы мүмкін. Сондықтан ол барлық жағдайдағы сұрақтарға жауап бере алатындай жағдайда осы әңгімені немесе шығарманы толық меңгеру керек болады. Сондықтан қандай да оқушы егер осылай сұрақтарға жауап бере алмай қалатын жағдай болса, бала келесі жолы соны қайталамау үшін міндетті түрде кітапты толық оқып немесе меңгеріп шығуға әрекеттенеді. Міне осы жағдайда ықшам дебатты қолдану өте тиімді деп ойлаймын. Әрине, бала сұралғаннан кейін өзін бағалағанды жақсы көреді. Сондықтан басында міндетті түрде осы екі топты бағалап отыратын екі бақылаушыны алғанымыз дұрыс. Бағалау мақсатында оларға осындай мына жерде көрсетіп тұрғандай бағалау парақшаларын қолданып ұстатқанымыз дұрыс. Және сол екі топтың жауап беріп, қалай жауап беріп жатқаны, сұрақтарды дұрыс жауап беріп жатыр ма, нақты болып жатыр ма, соның барлығына назар аударып отырып, бағалап отыру тиіс. Соңында сіз сол балаларды бүгінгі тақырып бойынша міндетті түрде бағалап аласыз. Енді осы жердегі айтайын дегенім, қорытындылап айтайын дегенім, ықшам дебат әдісі арқылы біз балаларды үйге берілген шығарманы толық оқуға,
толық меңгеруге және түсініп оқуға итермелей аламыз деп айта аламын. Осы әдісті қолдану арқылы біз баланы шешен сөйлеуге, еркін сұрақ қоя алуға, қарсыласын тыңдай алуға және өз ойын тиянақты жеткізе алуға үйретеміз деп сіздерге толық сеніммен айта аламын. Осы ықшам дебатты қолданып оқушыларыңызбен жақсы жұмыс жасайсыз деген үміттемін. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.